Баршаңызға сәлем. Сіздермен сметана пирогтың рецептімен бөлісемін. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Және осы бөлме температурасында тұрған майымызды салып, қолмен крошки жасаймыз, видеода көрсетілгендей. Міне осындай крошки шығу керек. Оның үстінен 3 сарыуызды салып, жұмыртқаның сарыуызын салып, қамыр елейміз. Және оның үлкен бөлігін пирогымыздың астына төсеуге қоямыз, ал кіші бөлігін уақытша холодильникке қоя тұрамыз. Салафанға немесе пищевая пленкаға орап қоя тұрамыз. Үлкен бөлігін алып, пергаментті қағазын төсеп, осылай оқтаудың көмегімен жайып, үстіне форма қойып, жан жағындағы артығын алып тастаймыз. Енді начинкасына кірісеміз. Қаймақтың үстінен қантты, ақуызымызды және жүгері крахмалын салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Міне біркелкі болып шықты, және формамызға дайындап қойған тестамыздың үстінен осы начинкамызды құямыз. Және тестамыздың екінші бөлігін алып, үлкен тістеші бар үккіштен осылай өткізіп, бетіне сеуіп шығамыз. Пирогымызды алдын ала қыздырып, 180 градустық пеште беті қызарғанша пісіреміз. Және пирогымыз піскеннен кейін, толық суығаннан кейін барып, формадан шешеміз. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне пирогымыз дайын болды, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.